Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы су қасиетті ұғым. Сабақ мақсаты ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстырады, сөйлемдегі сұрау есімдігінің қызметін түсінеді, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолданады. Судың нақты пішіні бола ма? Судың түсі қандай? Судың дәмі мен иісі қандай? Суда еритін және ерімейтін заттар бар ма? Қасиетті дегенді қалай түсінеміз? Оқылым алды тапсырма. Мәтіннің стилі деген не? Қандай стиль түрлерін білесіздер? Ауызша сөйлеу тілі күнделікті тұрмыста қолданылатын, бетпе-бет көріп отырған екі немесе одан да көп адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, пікір алмасуы ауызекі сөйлеу стилі деп аталады. Яғни күнделікті өмірдегі адамдардың сөйлесуі, диалог арқылы сөйлесуі ауызекі сөйлеу стилін қарастырады. Ресми стиль. Ресми қатынастар аясында қызмет ететін стильдің бірі. Ресми құжаттар мен іс қағаздардың стилі деп те аталады. Оған кеңсе іс қағаздарына жататын өтініш, сенімхат, қолхат, анықтама, мінездеме, хабарландыру, қатынас қағазы, бұйрық, есеп жатады. Бірінші тапсырма, оқылым кезіндегі тапсырма. Ауызекі және ресми стильдегі мәтіннің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстырыңыз. Біз жаңа ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің ережесін таныстық. Сол ереже бойынша біз осы екі мәтіннің қайсысы ауызекі сөйлеу стиліне немесе ресми стильге жататынын анықтаймыз. Ол үшін осы екі мәтінді мұқият оқып шығамыз. Дескриптор бойынша екі мәтінді салыстырамыз, стилін анықтаймыз, мазмұнын жазамыз және тілдік ерекшеліктерін салыстырамыз. Екі стильге тән тілдік ерекшелігін жазуымыз керек. Келесі тапсырма. Сұрау есімдігі. Жалпы есімдік дегеніміз бұл зат есім, сын есім, сан есімнің орнына қолданылатын сөз табы. Оны біз орынбасар сөз табы деп атаймыз. Сұрау есімдігі ол жауап алу мақсатымен сұрау мақсатында қойылатын сұрақтар сұрау есімдігі болады. Сұрау есімдіктері кім, не, қай, қандай, қанша, неше, нешеу, нешінші, қайда, қайдан, қалай, қашан, қайда, қашанғы сияқты сұрақтар арқылы жасалады. Зат есімге және зат есім орнына қолдана алатын сөздерге қойылатын сұрақтарға көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулар қосыла алады. Мысалы, кім, кімім, кімдер, кім, кімдердің, кімге, неге, қайсысы, нешеу сияқты сұрақтар қойылады. Екінші тапсырма. Осы мәтінді оқып, құрамындағы сұрау есімдіктерінің мағыналық ерекшеліктеріне және қолданысына назар аударыңыздар. Осы мәтіннің ішінен сұрау есімдігін тауып аламыз. Келесі тапсырма. Мәтінді көшіріп, қарамен жазылған сөздерден кейін жақша ішіне тиісті сұрау есімдіктерін теріп жазамыз. Оған сусыз тіршілік не? Сусыз тіршілік жоқ. Не жоқ? Тіршілік жоқ. Ол бүкіл тірі жан иесінің бойында бар. Ол не? Сол сияқты бірнеше, ішуге, сусыз, таза, жер бетінде деген сияқты қарамен жазылған сөздерге сұрақ қоясыздар. Қажетті сұрау есімдіктері астында берілген.